Кенеттен өзен суына құлап кетсеңіз, не істер едіңіз? Әрине көмекке адам шақырасыз, ал менің әріптесім Тәжімұрат Әлжанов қасында құтқарушылар болмағанда қайтер еді. Бұл трюкті қайталаудың қажеті жоқ, бірақ қаперіңізде болсын. Белгіленбеген жерде суға түсу аса қауіпті. Әрі карантинге байланысты шомылу маусымы кейінге шегерілді. Суға түсу маусымы басталған жоқ. Дегенмен жыл басынан бері 5 адам осы тілсіз жаудың құрбанына айналды. Жақында ғана осы дарияны арғы бетке жүзіп өтпек болған 96 жылғы баланы абырой болғанда құтқарушылар құтқарып қалды. Қазір күн жылыды, бірақ суға түсіп кеткен кезде құтқар деп те айқайлай алмайды екенсің. Маған абырой болғанда құтқарушылар қасымда болып, дер кезінде көмектесті. Негізі белгіленбеген аймаққа суға түссеңіз, ажалға құштым дей беріңіз. Сағындық жұбатқанып құтқарушы сүңгуір дарияның астын ол 5 саусақтай біледі. Қазір өзен табаны қайырлап қалған. Талдар болады, бұталар болады. Әр түрі асы көріне бермейді, асы қараңғы болады. Қолмен іздейсіз, асы өткен көрінбейді. Негізі Сырдария өзенінің бойында суға шомылуға рұқсат берілген 3 аумақ қана бар. Қалғаны қауіпті. Сол себепті құтқарушылар өзен жағасына ескерту тақталарын орнатып, түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. 64 учаскесі қауіпті болып саналады. Сол 64 учаскеде қазіргі кезде 110 ескерту тақтайшалары орнатылған. Осындай қауіпті учаскелерді Сырдария өзенінің бойында басқа су айдындарында анықтау жұмыстарын жүргізудеміз. Өткен жылы өңірімізде 26 адам ажалын судан тапты. Оның 10 бала. Ескерту шараларын елемегеннің салдары. Күнделікті сағат 11-ден бастап 17:00-ге дейін осы Сырдария өзені бойында осы рейдтік іс-шаралар жүргізіледі. Рейд барысында осы Сырдария өзені бойында балық ұстап жүрген балықшылар болса, сосын суға түсушілер болса, ескерту беріп, осы алшақтатады дариядан. 115 адамға осындай ескерту шаралары жасалды. Тағы да қайталап айтамыз, белгіленбеген жерге суға түспеңіз. Ол өз қауіпсіздігіңіз үшін маңызды. Тәжімұрат Әлжанов, Сырым Өтеген, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.